Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Түркістан облысы Сайрам ауданы Қарабұлақ ауылында әр жексенбі күні жаңадан ашылған Мыңбай мал базарына келіңіздер. Қарабұлаққа бұрынғы ескі Қарабұлақ мал базар бар. Осы жақта әр сәрсенбі күні болатын. Соның жанынан мекен жайына айтатын болсақ, мына оңға қарай бұрылсаңыздар, әр сәрсенбі күні болатын бұрынғы ескі мал базар бар. Оңға қарай бұрылмайсыздар, тіке арқа қарай өтіп кетесіздер. Арқаның төбесінде Түлкібас ауданы Машат ауыл деп қойған. Машатқа сол жетпей, осыны арқадан жүрген кезде оңға қарасаңыздар, Мыңбай мал базар деген жазу көрініп тұр. Соған ертең жексенбі күні мал базар болады, келіңіздер, құрметті көрермендер. Құрметті көрермендер, тікелей арқаға өтіп кетесіздер. Түлкібас ауданы Машат ауылына ешқандай да бұрылмайсыздар. Қасында осындай Мыңбай мал базар деген жазу бар. Осыдан тіке өтсеңіздер, оң жағыңызға қарасаңыздар, оң жақта да сондай доска бар, Мыңбай мал базар деген. Оң жағынан қарап тұрсаңыздар, жап жақын. Құрметті көрермендер, арқадан өткеннен кейін алдарыңызда Мыңбай мал базар деген осындай доска шығады. Мінекей, осы оңға қарай бұрылып кетесіздер, оң жақта мал базар. Ірі қара, жылқы, сиыр, қой алып келе бересіздер. Мінекей, бергі қақпасы, арғы қақпасы, екі жақтан да кіре бересіздер. Осы жерге келіңіздер. Қарабұлақ мал базар әр жексенбі күні келіңіздер, құрметті көрермендер. Бүгіннен бастап, суббота күні, бүгіннен бастап келе беріңіздер. Малдарыңызды алып келе беріңіздер. Барлығы ірі қара, барлығы тегін сіздер үшін. Құрметті көрермендер, Қарабұлақ Мыңбай мал базарына келіңіздер. Мінекей, қойлар келіп түсіп жатыр, құда қаласа. Тегін жылқы, сиыр қойларыңызды алып келсеңіздер болады. Ассалаумағалейкум бауырым. Есіміңіз кім болады? Есім Жасынан болады. 67 бас ана бала алып келдік. Қаласа осы базарға келіңіздер, сауда-саттық жасаңыздар. Базардың ашылуына бәріміз атсалысайық. Қасында 35 деген сұрап жатырмыз. Келіп саудаласып алыңыздар. Егер алып жатқан жағдайда автокөлік бәрі қарастырылған. Базарда барлығы бейне бақылау камералары бар екен. Сеніп тапсырып кететін базар екен. Төбесі бәрі жабық, жауын-шашын жүретін. Іште су бар екен. Қазір малымызды суға қайта жайылып шығардық. Келіңіздер, бәріміз атсалысайық ашылуына. Алла берекесін берсін. Қозылғойды 135 мың деп тұрсыз, саудасы бар, Саудасы бар. Саудасы бар. Егер алып жатқан жағдайда жәулікке көлік бәрі қарастырылған. Ана базардың иесіге тегін, ешқандай қаражаттарыңыз кетпейді burada. Тек қойын бағасын бересіздер. Газель айдайтын кісілерге тамақ тегін, одан кейін жататын жер тегін, дұрыс па? Гостиницасы тегін, бір күн қонады. Осы жерге келіңіздер. Бәрі бар екен, су бәрі жатады. Тек келіп сауда-саттық жасаңыздар. Бәрі жағдай жасалған. Осы базардың ашылып кетеді, бәріміз бір кісіде атсалысайық. Құда қаласа, мына құда қаласа, саудаңыз жүріп кетсін, құда қаласа. Сіздерге 67 әумет құда қаласа, малыңыз сатылып кетсін. Құрметті көрермендер, дәл сіз осы тайды ұтып алуға мүмкіншілігіңіз бар. Ол үшін оңай шарттар бар. Мыңбай мал базарына келіңіздер. Жылқы, сиыр, қой малын алып кеп, осы жерге байлаңыздар, малды сатыңыздар. Не болмаса сатылымға әкеп қойыңыздар. Сіздерге номер арқылы жетон беріледі. Сол арқылы тегін лотерея ойнатады. Келіңіздер. Әр жексенбі күні Мыңбай мал базарына келіңіздер. Біздің мекен жайымыз Түлкібас ауданы Машат ауыл округі, Мыңбай мал базарына келіңіздер. Базарымызға бір ат келді, құдай қаласа. Біреуміз екеу. Қазір нөмірлерін жазып алып, үйге тастап тұрмыз. Бұл жерде 10 бас бие бар, және де 2 құлын бар. Қалған 8-і буаз. Оптым баға, жәулік баға бойынша 680 мыңнан дейді. Ал егерде жекелей алам десе 880 мың дейді. Дұрыс қой, 800 мың. 800 мың ба? Нөмір айтыңыз. 771 470 2007. Хабарласыңыздар. 1 миллион 300 мың деп тұр, айғыры. Жасы қандай? 2-ге шықты. 2-ге шықты, құнаны. Телефон номері 8778 303 77 24 нөміріне хабарласыңыздар. Аты Лазер дедіңіз ба? Аты Лазер екен. Қарабұлақта тұр. Хабарласыңыздар. 2 жасар екен, құнан екен. 2-ге шықты.
тайдан құнанға шықты. Денесі ірі, осында керемет құнан. Құрметті көрермендер, Мыңбай мал базарына келіңіздер. Алыста ағайындар келіп жатса, Қырғызстаннан, Өзбекстаннан, болмаса Түркістан облысының орталығынан алыс жерлерден келіп жатсаңыздар, сіздерге жатақхана тегін болады, келіңіздер. Осы жерге жылқыларыңызды, сиырларыңызды әкеп байлаңыздар. Өзбекстаннан және де Қырғызстаннан азаматтар болса, келіңіздер. Ака-үкаларын, жақсы саудаларын берсін. Мінекей парковкасы, машина қоятын парковкасы, стоянкілері 5 гектар жер. Егерде жаңа малыңызды ертерек суббота күні әкеп қойсаңыздар, осы жайлауда жайылады. Мінекей шөп, жасыл шөп шығып тұр. Мінекей малыңызды жайып, қора әкеп қамай бересіздер. Жататын орын тегін. Ешқандай сізден ақы алмайды. Кіру, малдың бағасына кіру ешқандай ақша алмайды. Мыңбай мал базарына келіңіздер. Сіздер үшін барлық жағдай жасалған.